Зертханаға кіру. Бұл оқыту нысаны сізге зертханалық эксперимент жүргізу кезінде қандай техникалық қауіпсіздік ережелер сақтау керек көмектеседі. Неден бастау керек? Нәзір экранның жоғарғы жағында көрсетілген. Химиялық зертханада қандай техникалық қауіпсіздік ережелер сақтау керек танысуға болады. Сіздің алған білімдері тексеру үшін аяғында тесттен өтуге болады. Көзілдірік. Сипаттама. Зертханада арнайы көзілдірік барлық уақытта киюге тиіс. Шектеулер. Егер сіз рецепт бойынша көзілдірік киіп жүрсеңіз, оларды арнайы көзілдірік астына киюге болады. Контактілі линзалар зертханада киюге болмайды. Киім. Сипаттама. Химиялық зертханада жұмыс істеу барысында халат кию керек. Аяқ киімнің де жабық болғаны дұрыс. Ешқандай зергерлік бұйымдар киюге болмайды. Шектеулер. Зертханада кең киім киюге болмайды. Яғни сіз шыны ыдыстарды түртіп алып, қауіпті жағдайды жасай аласыз. Жабық аяқ киім кию керек. Өрт қауіпсіздігі. Сипаттама. Бензин қыздырғышпен және басқа тұтанғыш заттармен жұмыс істегенде өрт қауіпсіздік ережелерді білу қажет. Шектеулер. Зертханада өрт пайда болғанда бірден мұғалімге хабарлау керек. Қажет болғанда өрт сөндіргіш немесе құм, су қолдануға болады. Жанған киімді жамылғы жабумен, оны лақтырумен және су құйып сөндіреді. Жалпы қауіпсіздік. Сипаттама. Зертханалық қауіпсіздік барлық аспектілер қамтитын аймақ. Химиялық зертханада жұмыс жасаған кезде тыныштық сақтау керек. Шектеулер. Зертханада тамақ ішуге және химиялық ыдыстарда су ішуге тыйым салынады. Егер оқушының шашы ұзын болса, оны жинап қою керек. Реактивтерді қолмен ұстауға, дәмін татып көруге болмайды. Реактивтерлерді үнемді қолдана білу қажет. Тазалық. Сипаттама. Зертханалық жұмыстарды бітіргеннен кейін әрбір оқушы жұмыс орнын тазалап, пайдаланған ыдыстарды жуып, лаборанткаға көрсетіп кету керек. Шектеулер. Зертханадан кетерде міндетті түрде қолыңызды сабынмен жуыңыз және таза сүлгімен сүртіңіз. Қорытынды. Химия сабақтарында қауіпсіздік шараларын сақтау денсаулықты сақтаудың кепілі болып табылады.